Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осы қытырлақ ұйғыр самсасын бірге дайындайтын боламыз. Керекті заттарымызды алдын ала таразыдан өлшеп дайындап аламыз. Тұз, сұйық май, сметана, су және де холодильниктен шыққан салқын маргариніміз. Алдымен маргаринді алып, ұнмен жақсылап араластырып аламыз. Ол үшін бізге күштің көмегі керек болады. Осылай маргаринімізді күштен өткізіп езіп аламыз. Одан соң қалған майымызды, тұзымызды және сметанамызды салып, біркелкіге келгенше араластырып, үстіне суымызды құямыз. Толық өлшемдерін видео астына қалдырып кететін боламын. Осылай суымызды құйып алғаннан кейін, бастапқыда қолымызға қатты жабыспас үшін қасықпен араластырамыз. Қасықпен басын кішкене біріктіргеннен кейін, ары қарай қолымызбен иілеп, жақсы біркелкі болғанға дейін илейміз. Бүгінгі видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз, және де өз ой-пікірлеріңізбен астына бөлісе кетіңіздер. Осылайша қамырымыз біркелкі болғанға дейін жақсылап илейміз. Бізде өте жұмсақ осындай қамыр шығады, қолыңызға жабысатын. Одан соң бұны біз холодильнигімізге салып, 1 сағатқа немесе жарты сағатқа қоямыз. Демалған қамырымызды холодильниктен алып, жаюға кірісеміз. Бізде өте жұмсақ осындай қамыр шығады. Бұл қамырымызды жаю барысында ұнды көп себуді қажет етеді. Әр жайған сайын ұн сеуіп отыруға кеңес беремін. Әйтпесе бізде қамырымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қамырымызды жаю барысында дөп-дөңгелек, әп-әдемі, шеттері тегіс қамыр шығады деп айта алмаймын. Кішкене формасы өзгереді, себебі өте жұмсақ қамыр болғандықтан. Егерде қамырды жаю барысында шеттері қалың, ортасы жұқа болып кететін болса, қамырымызды жақсылап жайып, ұнымызды сеуіп, екі шетін осылай қайырып, үстінен басып жайсаңыздар, екі шеті бірдей болып тегістеледі. Осы әдісті бірнеше рет қайталап, шеті мен ортасы бірдей болғанға дейін жасасаңыз болады. Содан соң қамырымызды өте жұқа қылып жаюға тырысамыз. Жұп-жұқа қылып жайып алған қамырымыздың ортасына біз маргарин майын водяной баняда, яғни су моншасында осылай ерітіп аламыз. Еріген майымызды кішкене салқындатуға қоямыз. Одан соң осылай майдың бетінен алып, қамырымызға жайып шығамыз. Астында осылай суы қалу керек. Бұл су бізге керек емес, сондықтан төкіп тастаймыз. Майымызды қамырымызға толықтай жағып аламыз. Барлық шетіне тиюі керек. Толықтай жағып алғаннан соң қамырымызды тартып, өзімізге қарай тартып, нығыздап, жақсылап ораймыз. Осылай видеода көрсетілгендей тартып ораймыз. Орап болғаннан соң ыдысымызға салып, холодильникке немесе морозильникке салып аламыз. Кішкене қату керек. Мен қамырым холодильниктен шықты. Осылай қатып, кішкене қаттылау қамыр болды. Енді бұны өзіміздің қалауымызша 3-3,5 сантиметрден бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң осылай қамырымызды алып, үстінен басып, дөңгелек жасап, жайып, салмамызды салып, самсамызды түйуді бастаймыз. Мен салмасына тартылған жылқы етімен жасайтын болдым. Ол үшін бізге тартылған жылқы еті, пияз, тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыш қажет болады. Осылай бір қасықтап алып, үстін жауып, видеода көрсетілгендей бүгіп шығасыздар, мұқият қараңыздар.
кішкене басып осылай орап шығамыз. Кейде бір істегеннен дұрыс шықпауы мүмкін. 2-3 рет қайталап істесеңіз, қолыңыз үйреніп кетеді бүгуді. Бізде осындай топ-томпақ әп-әдемі самсамыз бүгіліп дайын болады. Қалған тесталардың барлығын дәл осылай қайталап істеп шығамыз. Дайын болған соң осылай жұмыртқаны алып, үстіне алтын түстес әп-әдемі болып шығу үшін жағып шығамыз. Біз бұл самсамызды қызып тұрған духовкада 170-180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз дайын, осындай әдемі болып шығады. Менімен бірге видео соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Жазира ас болсын.